Оқушылар, саламатсыңдар ма? Саламатсыңдар ма? Қалай демалдыңдар? Жақсы. Жақсы болған жақсы. Онда жақсы көңіл күймен жаңа оқу жылымызды бастайық. Жазғы демалыста кім не істеді айтып кетейік. Аблайхан, Абеке, сіз не істедіңіз жазда? Дубайға бардым, сатқа бардым. Дубайға бардыңыз ба? Күшті. Дубайға сатқа самолет сатып. Частный самолетіңізбен бардыңыз ба Дубайға? Крутойсыз ғой, ақшаңыз көп па сіздің? Миллиондарым бар ма? Күшті. Алия, сен қалай өткіздің жазғы демалысында? Мальдиваға бардым. Шумот снял, макияж жасадым. Круто. Жақсы. Іңкәр, сен қайда бардың? Мен ауылға бардым. Қой бақтым. Ауылға барып қой бақтың ба? Әне көрдіңдер ма? Күшті. Демалыс деген нағыз сондай болу керек. Ауылға барып, таза ауада қой бақтың ба? Жақсы. Айсұлу, сен не істедің? Мен күні бойы кітап оқыдым. Не деген күшті оқушы, көрдіңдер ма? Қыдыра бермей, Айсұлу сияқты кітап оқу керек жазда. Айсұлу молодец. Жарайды, онда бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Ал оқушылар, бүгін біз бастаймыз. Кеттік. Ал балалар, дәптерлерімізді шығарамыз, жазу жазамыз. Ал давайте кетіміз. Аблайхан, дәптерің қайда? Мен дәптерден күнімді оқымайды. Планшетке жаза беремін. Сен планшетке жазасың ба? Ой, крутойсың ғой сен, да? Молодец, хорошо жаза бер. Аликош, сен дәптерің қайда? Мен ұмытып, потому что сумка астында қалды. Ясно. Іңкәр, сен қайда? Білмеймін. Түк сабаққа дайындығы жоқ. Қарашы, бетінің бәрі көгерген, бұзық хулиганка қыз екен бұл. Қара, Айсұлуда бәрі бар, кітабы, дәптері, барлығы бар. Молодец. Давайте онда қазір сабақ жазамыз. Бүгінгі бірінші сабағымыз. Бір қосу бір қанша болады? Мен атайын. Жоқ, Айсұлу, сен айтпай қой, сен білетінді білем. Іңкәр қанша болады? Бірге бірді қосып көрші қанша болады? Ужас. Айсұлу қанша болады? 2. Молодец, Айсұлу. Күштісің ғой сен, Айсұлу. Апай, өлеңе қаламайсың, өтірік айта берем. Нені өтірік айтасың? Білмеймін, енді дәптерді білмеймін да. Сен әлі білмейсің ба бірге бірді қосуды? Сен білмей қой, сен ақшаң көп қой, сен өзің үйреніп оласың. Апайларды жалдап. Аблайхан, сен байсың ба? Ақшаң көп па? Сумкамда бар ғой. Күшті ғой. Бопты, кеттік, онда ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Вкусняшка бар ма, көп па? Жақсы. Кеттік, ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Ал балалар, біз сабағымызды жалғастырайық. Бүгін бізде бірге бірді қосылды. Не болды? Асылап қойып жатырмын. Төбелеспейміз. Бай жігіт, не болды саған? Мына бұзық қыз неғып төбелесіп отырсың, сен өзің дәптеріңде жоқ. Біздің бай екеге тиіспесейсің. Сен планшетте жазасың, бүйтіп қара. Балалар, тыныш отырайық, неге шулап кеттік? Апай, сонда бізге дәптер аша. Тақтаға есеп шығарамыз. Мен мына жерге жазып қойдым. Кім шығады? Мен, апай, мен. Модница қыз. Кел, тақтаға шыға қой. Ой, еще придираться етесіңдер ма? Давайте мен кім шығады дедім, сол тақтаға шықсын. Айсұлу, сен шықпайсың, мен білем сен білетінді. Давай, Іңкәр. Аблайхан, сен шығасың ба? Шық, жаз, қанша болады мына? 2 қосу 2, қанша болады? 2 қосу 2. Қанша болады? 4. 4 бола ма? Молодец, қандай ақылды жігіт, жаз онда 4 деп. Мен 4 қосу 4 деп не айтам? Кән 4 деп жаз. Не деген 4 мынау, арабша ма? Бұл бала ағылшынша жазады екен.
күшті. Апай кітабымды алсам болады ма шыққан? Қанша болады 4-ке 4-ті қойсақ? Апай, мен тақтаға есеп шығарайыншы. Жарайды қазір. Қанша болады Абылайхан? 8. Айтпаймыз, айтпай отырамыз, тыныш отырамыз. Кім айтады, соған 2 қойып берем қазір. Аха, еще лучше 8 деген не деген күшті жазу. Іңкәр, шықшы көрейік сені жазғаныңда. Апай, Кәні қанша болады дұрыстап жазамыз? 2 қосу 2. Қанша болады? 3. 3 ба? Балалар қанша болады? Айтшырыңдар? 4 болады екен ғой, жазшы. 4 деген қалай жазылады? Молодец. Сен вообще жазу білесің ба негізі? Я. Отыр 2. Модница, кел шық жаз. Апай, мен саған қайтпа. Сен жаздың ғой уже. Сен дұрыс жазбағаның үшін мен саған 5 қоям. Өйткені сен ақшаң көп қой. Модница, сен білесің ба қанша болатын? Сенде 2 помада болса, оған тағы 2 помадан қосса қанша болады? Тұрсың? 4 помада бола ма? Я. Молодец, жаз. Не болды Абылайхан? Арай күрті бала барда сен 4 жаз болады ол. 4 қояды. 4 қояды. 4 қойын ба саған? Жарайды 4. 4 болды ма? Болды, молодец, отыр. Апай, мен тақтаға есеп шығарайын ала. 4-ке 4-ті қосақ қанша болады? Кім біледі? Мен. Жарайды, Айсұлу кел жаз. Апай, 8. Молодец, отыра ғой. Әке. Әке. Тыныш, балалар, тынышталамыз. Іңкәр, сен сабақта олай бұзық болма. Қандай бұзық қыз бұл, а? Ей, мен кітаптарым. Іңкәр, тұршы орнынан. Давай, углға тұр бір аяғыңды көтеріп. Исуки, мен. Болды, Іңкәр сабағымызды бұза бермей, тыныш тұр сол жерде. Ал ары қарай кеттік. Айта бер Абылайхан. Іңкәр ма? Іңкәр бұзық қыз екен. Болды, енді бұрышта тұрады, оған сабақты отырғызбаймыз орнына. Ешкімге тиіспейді сол кезде. Все, кеттік, ары қарайды орындаймыз. Бүгін біз қосуларды үйрендік. 2-2-ні қоса қанша болады екен? 15, молодец. Бірақ 4 болады. 4-ке 4-ті қоса қанша болады екен? 8, молодец. Одан кейін сендердің қолдарында 5 алма бар. 5 алмаға 3 алманы қоса қанша болады? 8, апай. Айсұлушка, молодец. 4 болады. Сенікі де дұрыс емес, бірақ дұрыс. Молодец. Болды, звонок болды, балалар, сау болыңыздар. Сабақ бітті. Айта бер. Апай, келесі десе мен дәптер әпкелем. Хорошо, дәптер әкел. Мен жазу Жазу, жарайды. Сау болыңдар. Сау болыңыздар.